Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, оңай, әрі пайдалы сүзбелі запеканка дайындаймыз. Бұның құрамында ұн жоқ, және де қантты басқа тәттілендіргіштермен ауыстыруға болады. Ең алдымен 500 грамм сүзбеге келесі ингредиенттерді қосамыз. 5 ас қасық қаймақ, менде 30% дүкеннің қаймағы. 3 жұмыртқа, 50 грамм ұнтақ жарма, ширек шай қасық тұз, 100 грамм қант, бал немесе басқа тәттілендіргіштер, және де 1 грамм ванилин. Барлық ингредиенттерді дұрыстап араластырамыз және массаны блендермен қаймақтай болғанша еземіз. Қандай керемет бір тектес масса. Менде осындай асты жоқ форма. 17 см диаметрін реттеп, астын фольгамен жауып қойдым. Форманың ішін майлап қойыңыз. Майлап қойғаннан кейін майдың үстіне кішкене ұнтақ жарма себуге болады. Массаны формаға құйып, алдын ала қыздырылған пеште 170 градус температурада 60 минуттай пісіреміз. Кейбір кезде пісіру уақыты пешіңізге байланысты. Сондықтан піскенше пешке ауға-ауып қарап қойыңыз. Енді сүзбелі запеканкамыз дайын. Пештен шығарған соң, шамамен 1 сағатқа бөлме температурасында қалдырыңыз. Суыған соң, формасынан шешіп жеуге болады. Десертім өте нәзік, жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Және де өте тез жейіледі. Алайда тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қалдырсаңыз, кішкене қатаяды. Ондай түрінде тез жеп қоя алмайсыз. Осы рецепті мен дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Менің каналыма және Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Видео соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнәр.